Good day, children. How is it going? Now let's begin today's our new lesson. Open your book on pages 88 and 89. The theme of the new lesson, Marco Polo. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Марко Поло. Ол кітабымыздың 88-89 бетінде. Иә, сол беттерді ашамыз. Біз бүгін Марко Поло жайлы біраз ақпараттар өзімізге алатын боламыз. Онда ше менімен бірге болыңыздар. Exercise 25. Listen and read. Marco Polo stayed in China for 3 years. True or false? Оқимыз және тыңдаймыз. Марко Поло Қытай елінде 3 жыл уақыт тоқтады ма дейді. Осы ақпарат дұрыс немесе бұрыс екендігін біз анықтауымыз қажет. Кеттік мәтінді оқимыз. Marco Polo started his journey to China when he was 70 years old. Марко Поло өзінің саяхатын Қытайдан бастады, иә? Ол 17 жаста болды ол кезде. He arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor to China. Ол барған кезде Қытайда император Құблай хан болған уақытында ол не істеді? Қытайға барды. Next, Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. Marco Polo worked for the emperor for 70 years. Kublai Khanға Marco Polo ұнап қалады, өйткені ол өте ақылды. Marco Polo сол жерде 17 жасында жұмыс жасап бастайды. Marco Polo left China in 1292. Яғни 1292 жылы Marco Polo сол Қытайда қалады. Келесі 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. Яғни 3 жылдан кейін Марко Поло Венецияға келеді. In 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. 1298 жылғы ол жерде Генуа мен Венеция арасында соғыс болады. Марко Поло сол соғыста не істейді? Түрмеге түсіп қалады, иә? Түрмеде болады. And then in prison, Marco Polo met a writer. Marco Polo told him about China and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Түрмеде Марко Поло бір жазушыны кездестіреді. Сөйтіп Марко сол жазушыға бүкіл Қытай жайында барлығын айтып береді. Ол жазушы барлығын жазып, кітап жазады, сол мәліметтерді жинап, ол мәліметтерді Марко Полоның саяхаттары деп атайды. Today we know a lot of China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Қазіргі күні осы Марко Полоның арқасында біз Қытай туралы бүкіл мәліметтерді білеміз және халық үнемі Марко Полоны ең үздік зерттеуші деп атайды. Балалар, бұл Марко Поло жайлы мәтінді енді қолдана отырып, біз жаттығу орындаймыз. Exercise 26. Read again and put the sentences into right order. Яғни, дұрыс кезек бойынша орналастыр деп тұр. Бірінші, Marco Polo left for China. Next, he worked for the emperor of China for 17 years and he returned to Venice in 1295. He fought in the war and ended up in prison, and he told a writer about China, and the next, the writer wrote a book called The Travels Marco Polo. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Каналға қазір тіркеліп қойсаңыз, келесі сабақ бірінші болып сізге